Сәлем достар, сіздермен бірге Аралбаева. Бүгін сіздермен беттің ісігін қалай басуға болатыны туралы айтатын боламыз. Түні бойы кірпік ілмей түнді ұйқысыз өткізіңіз. Айнада сіз емес, көздері іскен, терісі күңгірт, құлайын деп тұрған ұсқынсыз біреу тұр. Бірақ еш уайымдамаңыз. Мына кеңестерге жүгінсеңіз, өмірдің бұрынғы ритміне оңайлықпен қосылып, ұйқысыз өткен түннен еш із қалмайды. Бетіңізді суық сумен жуыңыз. Беттің ісігін суық су әбден кетіре алады. Ол қан айналымын жақсартып, теріңіздің түсін дұрыстайды. Сондай-ақ табиғи қоспалардан жасалған, мысалы түймедағы қайнатпасы негізінде жуынуға арналған гель қолдансаңыз, тіпті жақсы. Мидың жұмысын жұпар иісті жалбы жақсартады екен. Сондай-ақ жылы сумен душ қабылдап, хош иісті цитрус гелін қолдансаңыз да болады. Денеге арналған жұпар иісті кремді қолданып, теріңізге массаж жасасаңыз, 2 еселенген нәтижеге қол жеткізесіз. Көздің іскенін кетіру үшін 2 жақсы кеңес бар. 10 минутқа көзіңізге қияр дөңгелектерін басып қойыңыз. Сондай-ақ шай қалташаларын суық суда дымқылдап, көзіңізге қойсаңыз болады. Бұндай дауалардан кейін көз терісіне арналған кремді қолдану керек. Бет терісіне дем береміз. Жарта апельсиннің шырынын сығып, осы шырында кішкентай майлықты дымқылдап, бетіңізге 5 минутқа қойыңыз. С дәрумені теріңізге дем беріп, оны қайта жайнатады. Шаршау адамның бетіне шығып тұрады. Тері құрғап, түлеп күңгіртенеді. Су азаяды. Сондықтан күнделікті креміңізді жағып, үстінен реңк беруші креммен бәрін жасырамын деп ойламаңыз. Керісінше, мұндай жағдайларда реңк беруші крем тегіс жатпай, өңіңізді одан әрі қашыра түседі. Сондықтан мұндай жағдайларда құрамында протеиндер мен дәрумендері көп, ерекше ылғалдандыратын кремдерді қолданғаныңыз жөн. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.